Түркістан облысындағы экологиялық жағдай тұрақты. Аймақ тұрғындармен және коммерциялық емес ұйымдармен кездесуде Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев осылай деді. Сондай-ақ экология министрлігі жетекшілік ететін салалардың дамуы туралы айтып берді. Ағымдағы жылдың 6 айында облыста зиянды заттар шығарындыларының нақты көлемі 23,5 мың тоннаны құрады. Бұған табиғат қорғау іс-шараларын іске асыру есебінен қол жеткізілді. Түркістан облысы бойынша экологиялық мәселелерді шешу бойынша жол картасында 21 іс-шара көзделген. Бүгінгі таңда ғарыштық мониторинг арқылы Түркістан облысы аумағында рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын 19 объект анықталған. Оның ішінде бір объект жойылды. Өңірде барлық қалалар мен аудандарда бөлек жинау енгізілді. Сондай-ақ қолмен сұрыптау жүзеге асырылып жатыр. Өңірде коммуналдық қалдықтарды бөлек жинауды, сұрыптауды жүзеге асыратын қалдықтарды, яғни пластмасса, полиэтилен, шыны сынықтары, түсті қара металдар, картон, қағаз, макулатура қалдықтары бөлек жинаумен, сұрыптаумен айналысатын 17 кәсіпорын жұмыс істейді. 2024 жылдың 5 айында 38 мың тонна қалдық пайда болды. Оның 22,8% қайта өңделді. Түркістан қаласында бюджеттен бөлінген қаражат бойынша жеке тұлғалардың құрылыс жұмыстарын пайда болған ірі қалдықтар тегін шығарылады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Түркістан қаласында құрылыс қалдықтарын жинауға арналған алаңдар ұйымдастырылады. Қазақстан Республикалық экологиялық кодексіне сәйкес облыстың барлық аудандық және қалалық әкімдері коммуналдық қалдықтардың басқару жөніндегі бағдарламаларды әзірлеп бекітті. Экологиялық кодекске сәйкес облыстың барлық аудандық және қалалық әкімдіктері коммуналдық қалдықтарды басқару жөніндегі бағдарламаларды әзірлеп бекіткен. Облыс әкімдігі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, облыстық мәслихатпен бекітілген 3 жылдық іс-шаралар жоспарында бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын қоршаған ортаны жақсарту шаралары қарастырылған. Орман шаруашылығы саласында президенттің 2 миллиард ағаш отырғызу бастамасы аясында биыл облыста 25,6 миллион дана ағаш, 15,5 мың гектар жерге отырғызу жоспарланып отыр. Жыл басынан бері 2 мың гектар алқапқа 4,2 миллион дана ағаш егілді. Сондай-ақ кездесу бағдарламасында өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары үшін жеке қабылдау және брифинг көзделген. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, Ақпарат, Түркістан қаласы.